Достар, осы видео бастамай тұрып, таш жүрген досымның каналын ұсынайын дегенмін. Және де ол сіздер үшін контент жасайым деді Free Fire'дан. Қазіргеше ода бірақ видео фрагмовик, бірақ та бола берер, өйткені ода аз подписчик. Сіздер қазір подписаться етсеңдер, ода минимум 50 подписчик болу керек. Ал онда оның каналына ссылкасы описанияда болады. Мен сол телефонды далада таптым. Ол өте ескі болатын, және де сынған. Оны алғым да келмеді. Бірақ та мен ойладым, иесіне берсем, ол қуанады деп. Оның зарядкасы да болмады. Мен өзімнің ескі телефон зарядкасын таптым ба, оған қостым. Қарасам, пароль де жоқ. Ойланбай номерді іздеу бастадым. Сол жерде бір телефон болған, және де ешкімге жазылып тұрмады. Мен звондайын дедім, ешкім алмады. Мен SMS жаза салдым, кем бір кезде біреу қарайды деп. Мен телефон туралы ұмыттым. Содан кейін сол телефонға SMS жіберді. Сағат 2 болған. Мен өте қатты қорықтым. Кен ойладым, қалай менің атымды біліп алды деп. Содан кейін ойландым, мүмкін телефонның иесінің аты менікі сияқты деп. Мен оған жауап бердім. Есікке біреу тоқылдады. Содан кейін қайтадан тоқылдатты. Ешкім болмады. Мен қаттырақ қорқу бастадым. Өзінің бөлмеме бардым да диванға отырдым. Мен қаттырақ қорқу бастадым. Біреу өтірік ойнап жатқан шығар дегенмін. Мен есікке келдім жаптым. Менің жыным ұстады да, оған звондайын дедім. Міне достар, осы оқиға бітті. Және достар, осы видеоның тағы да басқа концовкалары бар. Бірақ та оларды көру үшін осы видеоны жасаған адамның каналына кіріп, спонсорствоны сатып алу керек. Содан кейін қарауға болады. Ал енді осы видео бітті. Және де сол адамның каналы описанияда болады.